Главное не кузов, главное мотор. Мы слабый, Нұрберген соны берейік депті. Енді мен тыңда, көке деп айтасың, сонда тоқтаймын. Мен артын аламын да, қылқындырамын. Осы кезде көке деп үлгермейсің. Жеңілесің, автоматически еще гонорарың маған бересің. Сен ұтылсаң гонорар маған бересің ба? Кім дайын? Сол татты ойлаймын. Қабырғаң сындырып жібереді негізі. Қандай вид спорт сендерге тұрып бере алады 60 килограмм деген сияқты. Өзің былай ақ берілесің, ол жақта ше. Если бы сила и размер имели бы значение, то в джунглях был бы королем слон дейді ғой. Түк істей алмауы да мүмкін ешкім, честно айтайын. Басқа правиламен күресейін деп отырып бірінші рет енді. Мақсат 10 миллион ғой, басқа мақсат жоқ қой жерде. Типичный әңгіме ковер покажет, бізде ковер не покажет. Всем ассаламу алейкум. Добро пожаловать на пресс-конференцию нового проекта от Nomad Media «Лига по борьбе Nomad Wrestling». Не побоюсь этого слова, мы собрали лучших из лучших представителей каждого вида борьбы Казахстана. И мы собрали 32 участника, которые сойдутся в Гран-при, где мы определим лучшего борца вне стиля. Сегодня со мной сооснователь Nomad Media Нурдалат Нишанкулов и основатель идеи, а также президент лиги Масат Кекимов. Масат, слово. Как вообще эта идея пришла? Біріншіден, құрметті отау белек отаны бір отандастарым, сіздермен ата-баба салтымен амандасып алайын, армысыздар деймін. Құрметті қонақтар, бүгінгі жаңа Мұхамеджанс айтып атқан сұрағына жауап берейін. Бұл идея баяғыдан келатқан идея ғой, жас кезінен. Бұрын кім айтады, кім мықты, Жан-Клод Ван Дам ба, Чак Норрис па, дзюдоист па, самбист па, еркін күрес па, грек-рим күрес па. Әрбір жарыстарға қатысқан кезде әрбір палуан әрине өзің былай айтқанда күресін мақтайды. Ойлайды, менің күресім ең мықты деп. Сол үшін осындай сұрақтар көп болғаннан кейін осындай жаңа идея шыққан. Енді жаңа идея бәрін қолдап, палуандар бәрін қолдап, бір былай айтқанда жерге жиналып, бір күнде жиналып, бәріміз қатысуға дайынбыз деп айтқаннан кейін, мне бүгін осы жерде бәріміз жиналып отырмыз. Но я отмечу, что здесь не все участники предстоящего Гран-при, к сожалению, определенно не смогли приехать, определенные задерживаются. Поэтому, когда уже начнутся схватки, вы все ознакомитесь с полным составом. Ну а пока те, которые у нас здесь присутствуют, мы потихоньку будем разбирать пары и представлять, раскрывать каждого участника. И первую пару, которую мы бы хотели бы начать с обсуждения, это Антон Савенко против Булата Сакаева. Приветствую вас, ребят. Да, можно я сейчас единственное добавлю? Здесь для всех зрителей самое важное, что собрались все самые лучшие спортсмены нашего Казахстана. Минимум чемпион Казахстана. Далее призеры мира, чемпионы Азии и так далее. То есть, и самое важное, что все собрались без весовой категории, то есть будет Тио-Палван. И как раз таки еще самое важное, что они будут каждый бороться в своих экипировках. Дзюдоист кимоно, казахшист в берене, самбисты в самбовке и так далее. Те, которые, также добавлю, видели, получается, в объявлении нашего видео, мы упоминали и также в комментариях вкратце о наших правилах, но думаю, если вы скажете, каким образом они будут бороться и как мы определим среди них лучшего. Да, очень много было вопросов по правилам. В течение месяца я советовался с каждой федерацией. Федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы, казах крёсы, самбо, грэплинг и так далее. И мы сошлись со всеми, как бы такой был курултай, на одних единых правилах, что боремся без правил 2 раунда по 5 минут, между ними 2 минуты перерыв. Если в этих 2 раундах не будет никаких баллов, только до сдачи, до болевого, удушающего, либо пока сам соперник не откажется. В случае того, что если мы не определим в течение этих 2 раундов победителя, то мы переходим в экстра раунд без ограничения времени. До тейкдауна с броском вниз. Амплитудный бросок, он считается автоматической победой. Бросок тейкдаун, перевод вниз соперника с фиксацией 3 секунды. Такого не будет, если дзюдоист вышел, просто взял посечку, он упал и заново встал в течение 3 секунд. Борьба продолжается далее. Принял. Ну да, на самом деле нас ожидает, я думаю, очень интересные схватки, потому что для меня лично это вот такой формат я нигде не видел. Это просто завораживает дух, потому что посмотреть на
чемпиона мира там, или чемпиона Казахстана по одному виду спорта против другого вида спорта, который также имеет такие высококлассные достижения, и посмотреть, кто же из них будет самым лучшим и сможет оказать давление и проявить, почему именно его вид борьбы лучше, это всегда было интересно. Я вот здесь сразу вам, Максат и Мухаммеджан, задал бы вопрос. Расскажите, пожалуйста, про формат арены, где будут проходить схватки. Да, мы также долго, очень много обсуждали с различными федерациями, с борцами, советовались. Конечно, борцы вольного греко-римского стиля хотели, чтобы было на помосте, в их стиле. Дзюдоисты хотят на татами. ММА борцы хотят в клетке, чтобы прижать к стенке, перевести вниз и так далее. Работа у стены, как бы называется. Но мы пришли к совершенно новому формату. Это будет такая яма, в которой сойдутся два соперника и будет борьба без остановки, чтобы, если там вышел за ковер, не останавливать время. И это будет в новом формате, борьба такая будет огороженной ямой. Да, абсолютно все верно. Для того, чтобы максимально у каждого представителя стиля своего борьбы было преимущество, и все было максимально справедливо и было на равных. Ну а перед началом обсуждения главных пар я бы хотел выразить благодарность от имени Nomad Wrestling нашим партнерам. Выражаем большую благодарность Нурбанк за содействие и партнерство. Нурбанк – это банк с 30-летней историей, предлагающий полный спектр финансовых продуктов и услуг бизнесу и населению. Помогаем реализовывать свои мечты и двигаться к новым высотам. Партнерские отношения, уважение, индивидуальный подход – это ценности, которые для Нурбанк всегда стоят на первом месте. А также огромная благодарность нашему второму партнеру, компании Zeta. Казахстанская производственная компания Zeta. Стабильный лидер на рынке мебели и пластиковой продукции с 1996 года. Zeta предлагает широкий ассортимент мебели, а также пластиковую и металлическую продукцию для дома, офиса и специализированных учреждений. Конечно, вы еще забыли про воду Самал. Ну, она всегда здесь. И она в рекламе не нуждается, она всегда с нами. Самал везде. Ну что ж, а мы перейдем, давайте не будем тянуть, потому что участников очень много, как вы все видите. Каждый из них, я думаю, может вас удивлять просто своими достижениями, поэтому побыстрее же перейдем. И первая пара, это вот, как я ранее озвучивал, это Антон Савенко против Булата Сакаева. Поэтому, ассаламу алейкум, приветствую. Можно, я добавлю? Это два абсолютно олимпийских вида спорта. Греко-римская борьба, которая давно идет, и вольная борьба. Что самое интересное, у них совсем разные весовые категории. Но оба они являются чемпионами Казахстана, чемпионами Азии, но более подробнее они расскажут сами о себе. Антон Савенко, вам слово. Всех приветствую. Хотел бы поблагодарить за приглашение на этот значимый турнир, так как он проводится в первый раз. Первый раз открываем лигу. Это очень достойно. И спасибо за то, что дали мне честь предоставить вид своей борьбы, греко-римскую именно борьбу, и показать, на что я способен. На что способны вообще борцы греко-римского стиля? Ведь изначально это классика, это из чего все начиналось. А потом уже последовательно пошли другие дзюдо, джиу-джитсу, ну и так далее. Мой соперник Булат, только что Максат говорил, что весом он меньше. Я хочу сказать так, главное не кузов, главное мотор. Тут разное может произойти на ковре. Он может меня выиграть, как вы говорили по правилам, правила до болевого. Все возможно. Пусть мы вольники, классики, у нас как бы в принципе в борьбе нет болевых. У нас задача положить на лопатки, либо забрать очки. Но тут все может получиться само собой. Кто-то кого-то кинет неправильно или еще что-то. Где-то ногу. Допустим, у Булата будет шанс пройти мне ноги, скрестить захват, и мне придется постучать. Но кто его знает? Одному Всевышнему это известно на данный момент. А дальше уже будет видно, кто из нас лучше. Ковер покажет, как у нас говорить. Сейчас говорить, кто выиграет и станет первым, заберет 10 миллионов. Не говорить ничего, это воздух, как сейчас у нас говорят. Как в подкасте говорил Артем Резников, кто навяжет свою борьбу, тот и выиграет. Я тоже так считаю. Вот кто навяжет свою борьбу, тот и станет победителем. То есть вы настроены навязать свою борьбу греко-римского стиля, конечно, и дойти собой. до первого места и завоевать кубок? Как говорится, пословица есть такая: коня готовят на день битвы, а победа от Всевышнего. Мы все сделали до этого, чтобы выиграть. Поэтому покажем все на борьбе. Очень классный комментарий, Антон, спасибо. Хотел бы просто, чтобы вы напомнили, кто вы, что вы не только призер города, а какие ваши самые большие достижения? Я чемпион Казахстана по греко-римской борьбе, призер Азии, неоднократный участник международных турниров, таких как Туруханова Булата, Туруханова Даулета,
Карелинский турнир, забирал я золото. Лично был удостоен личного приза от Александра Карелина Сан Саныча. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. В тяжелой весовой категории, в той, в которой сейчас я борюсь. Я думаю, сейчас после ваших всех достижений все с ползала, наверное, встанут, уйдут, да, или как-то... Да я скажу так, что здесь и именитые есть борцы, Ну, мы которые... сейчас дальше, да, узнаем, кто у нас сегодня в гостях. Сразу можно вопрос, Антон? Какой Да, сейчас конечно. в данный момент вес? В данный момент вес 115 килограмм. 115 Можно килограмм. сказать, когда на ковер выхожу, мой вес 120-125, хотя весовая до 130. Я считаюсь не тяжеловесом, прям таким, что бывает некоторые наши борцы в моей весовой категории весят 140 примерно и сбрасывают, как в принципе все так и делают. Но я считаюсь тяжеловой легковес, скажем так. То есть я стараюсь забрать схватку Антонова. Тяжелый легковес, да, прикольно звучит. А вообще, Шаржамай какое было восприятие, когда впервые правилами были ознакомлены? То есть вот здесь же все-таки до сабмишена, а в стиле греко-римской как бы нет. Поэтому не было ли опасений, зачем мне там участвовать? Изначально правила были немножко непонятны, то есть они не утверждены. Сейчас уже потихоньку складывается картина. Тут есть у нас джитсеры, грэплеры, которые любят бороться в партере. Партер у джитсеров и у греков немножко отличается. То есть нам это будет непривычно, непонятно. Также они нам могут выкрутить пятки, клюшку сделать, ну всякое такое. То есть сейчас, допустим, я не буду рассказывать свою тактику, как я буду бороться или еще что-то. Но задача не попасть джитсеру на пятку. Это самое главное, потому что они на это надеются, я так Антончик, предполагаю. остановись, И он всё. что-то походу горит он. Газ Болат горит. Ладно, Антон, спасибо. Я сейчас думаю, сейчас... Не, Вот правильно говорю, это... потому что ты хорошо отметил. Как греко-римский борец, я хочу, у тебя вообще идея есть? С партера вытащить и на Конечно, пятибалку, есть. потому что я вот Нурбергена хочу 2 раза в голову, через себя. Сначала через себя, потом через меня бросить. Посмотрим, что получится на ковре, но задача положить со стойки. Бросок, Давайте, амплитудный да. бросок. Карелиннің бір бой бес правилға шыққаны бар ғой. Көрдік, да. Иә, сол сияқты Тура классик, солай болады например, деп солай жатқан сияқты. партерден көтеріп бір Бой 10 бес рет правилда қадаса болды ғой, гюцермен любой адам шыққан сдача береді ғой. 15 рет па, бірден кейін лақтырды. Иә. Нурберген Карелинға настой А олай да болады ғой негізі. Да Карелинге Енді жеткізбеймін сені. құрметті палуандар, Антон Савенконың қарсыласына мен сұрақ қояйын деп жатырмын. Ол өзі атақты палуан, еркін күрестен, ары қарай өзін таныстырады. Болат, сөз сізге. Иә, осындай Намат рестлингке шақырғаныңызға көп рахмет. Бұл енді өте қызық ойын деп тұр негізінде. Жаңа правила айтып жатсыздар ғой, жаңа бірінші сдачаға дейін деп ше. Негізі біз арасында турнирде күрескен кезде бірімізді андай істейміз сондай бір болевой істеп кетеміз, бір қылдырып қоямыз. Негізі бізге андай жат нәрсе емес сияқты негізі. Бірақ жалпы Антон дұрыс айтады ғой, каверға шыққаннан кавер көрсетеді деп. Егер кім жаңа өзінің күресін кім бірінші тығады, сол жалпы жүріп кетеді ғой, сол сияқты ғой мысалы. Сондықтан да кавер көрсетеді ғой. Не істейін деп тұрсың енді өзің жалпы? Жалпы Антон енді грек болғаннан кейін аяғым дұрыс жетпейді, мен ойлап тұрмын, аяғымды кіріп кетемін ба деп ойлаймын. Сосын Өз тураңыз қандай дәрежелерге жеттіңіз? Мен еркін күрестен Қазақстан Республикасының шрез ұтқам, ересектер арасында Азия ұттым. Жаңа Антон ұтқан Тұрлыхан турнирі осында болған, балашақты соны ұтқанбыз бірге. Біледі ғой Антон? Бір-бірін танисыз? Иә, біз танимыз әрине. Өйткені жаңағы біз жарыстар болған кезде біздің күрес еркін, грек және әйелдер күресі бірге жүреді ғой. Қандай халықаралық жарыс болсын, Азия болсын, мир болсын, сонда бірге жүреміз, постоянно жарыс көреміз. Былай айтқанда сіздер бұрын бір-бірімен күресіп көрдіңіз бе? Антонмен күреспегенмін, жалпы грек-рим баласымен күрескем. Демеу Жалреппен күрескем. Вот, извини, перебью. Недавно мы, можно сказать так, встречались с тобой. Не на ковре, а в октагоне, в баттербол. У нас, можно сказать, была какая-то схватка. Да, небольшая схватка была, но он очень зол на вас, потому что он занял 2-е место на баттерболе, а вы заняли 1-е место. Безнаказанный ничего не останется, короче, да? Да, Антон? Безнаказанный ничего не останется, да, короче, да? Само собой. Вот это считается. Что там? Родной, дайынсың ба? Я әрине дайынмын. У меня интересно, как ты собираешься справляться с проходом ноги? Не тяжело будет? Ему сначала нужно попробовать пройти в эти ноги. Потому что я сам. Есть 2 руки, которые зайдут снизу и не дадут этого сделать. Тогда еще ниже пройдем в пятку. Конечно, понимаю все. Но если больнику пробить руки снизу, как он пройдет вниз?
Это мы и Я увидим. думаю, это сейчас ответ услышим или Я говорю же, увидим даже. Если его сверху будет встречать, тогда вообще снизу будет проходить в пятку. Да, интересно. Масад, вот насчет вот их пары, есть ли вообще ожидание, что здесь будет сабмишн? Или все-таки это дойдет до третьего раунда? Я думаю, все равно, когда вольники или греки борются в партере, вот я вам историю расскажу. К нам, допустим, мы тренировались в зале грэпплинга, пришли сильные, я не буду говорить кто, греко-римцы и борцы вольного стиля. Но когда они в партере просто там держали удержание или там давили сверху, их давление, многие грэпплеры даже сдавались. Просто без болевого? Без болевого. Я поэтому думаю, здесь они не дойдут до экстра раунда, где-то будет болевой. Но тут еще один есть фактор болевой, не только же болевой. Да. 2 раунда по 5 минут бороться, Выдохнуться это можно. огромная нагрузка. Огромная нагрузка. Это страшная нагрузка. Может быть так, что они вот на эмоциях могут зарубиться в первом раунде, а в середине второго раунда кто-то может сказать: все, я устал, все, я не буду бороться. И этот есть. То есть Да, тут да, правило до добровольная отказа. сдача. Не только сдача, а если соперник отказывается, то борьба уже прекращается. Поэтому те борцы, которые привыкли бороться 3 минуты, для них перейти на 5-минутную схватку, это будет очень огромное давление. Поэтому Однозначно. тут подсказка вот, за счет давления можно, вот вот и все. Бірақ бір жағынан енді мына жақта бәрі борец қой. Бәрінің характері бар, олай ешқайсысы олай берілмейді деп ойлаймын мен. Согласен. Енді мен До өзім конца, Тем более 10 миллион теңге тұрған кезде, дұрыс па? онда 10 миллион тұрғанда вообще дейміз ғой. До конца деп айғай конца, айтады ғой. өзім просто күрестен ММА өткізген кезде енді 3 минуттан үйреніп қалған ғой күресті. Бірінші раундта кейін ағарып кетесің ғой, 5 минут деген өтпей қояды ғой кәдімгідей. Сол үшін айтып отқаным ғой. Нұрберген естідің ғой, 3 минуттан кейін дайын боламын дейді ғой. 3 минутке шейін жеткізбеймін ғой оны. Оны бір-екі рет шыңғыртып алған мен грэпплингте. А я, кстати, вот сразу же насчет призового фонда хотел напомнить, что первое место в Гран-при, который побеждает, забирает 10 миллионов тенге. За второе место мы вручаем 3 миллиона и за третье место 1 миллион тенге. Поэтому, я думаю, у всех есть мотивация побороться, победить. Еще есть мотивация, не знаю, это как можно сказать, мотивация или не мотивация, или расстройство, но хотел добавить, что каждый проигравший соперник получает 100 тысяч тенге За участие. за участие. Ну, я думаю, звание первого чемпиона в таком формате тоже один из больших таких мотивационных рисков, да, моментов, Конечно. которые, так скажем, в первом таком формате забирает чемпионство и защищает, знаете, такой, ставит свою гордость своего вида спорта, своего вида борьбы. Поэтому это тоже такой Это хороший будет момент. такой, можно сказать, национальный герой, лучший борец вне стиля и категории. Здесь каждый из вас, получается, как бы защищает честь своего стиля и борьбы. Поэтому, я думаю, здесь будет прям битва до конца. Антон, Булат, я думаю, вы никогда стердаун не делали, да, или было такое? Здесь борцы делают стердауны? Не, они не делают, вот именно. Здесь же мы как раз меняем игру, меняем формат Давайте борьбы. посмотрим. Классик против вольника. Давай, Face to face. Давай, Вола. Да, чуть дальше можно. Ну а прежде чем мы начнем, вот давайте сразу же обсудим насчет рубрики, которую мы всегда вот хотели измерять. Да, я бы перед фейс-ту-фейсом хотел бы измерить силу хвата каждого борца, который здесь сегодня находится. Если боксеры проверяют по силе удара, то борцы по хвату. Но я думаю, первый предоставим вам. Вот, сіздерге. Қанша килограмм? Бисмилля. Бисмилля. 47 килограмм. Қанша? Болат Сакаев. Еркін күрес. 47 килограмм. Где-то? Да. Салмағыңыз 86. 86 килограмм. 120 килограмм. Антон Савенко. Греко-римская борьба. Проверим его хват. Антон Хаджай. Не поддаемся. 68,7 килограмм. 68 Пожалуйста, килограмм. face-to-face. Мұрат тақа. Стойка, где стойка? Греко-римская борьба против вольной. Антон Савенко, Булат Сакаев. Сразу, да, захват? Сразу захват пошел. Набирай вес дейді. Батончик сияқты. Прежде чем мы продолжим, хотелось бы объявить, что помимо предстоящего Гран-при,
у нас также ожидается супер схватка между двумя именитыми бойцами ММА и борцами. Это Куат Хамитов и Нурберген Шарипов. Ранее они уже встречались буквально даже недавно по одному виду спорта, по профессиональному боксу. Сейчас мы решили выяснить, кто же из них сильнее уже на матах по нашим правилам. Куат, Нурберген, на самом деле не хотели выяснить. Просто мен Маке звондаған кезде айтты да. Мен Макеге айтты, Куат, сен скоро сенде бой, саған бір слабый соперникті берейік, күрес сал деді да. Сонымен, в общем, бананы берді, мен айтам, ол не пойдет деп, сонымен күресетін адам таппағаннан кейін, Мәке айтады, самый слабый Нұрберген соны берейік деді. Сонымен мен айттым, Нұрберген, по-моему, ана бокстан кейін әлі есін жинай алмай тұрай деймін деп, күресеме хабарласып көрші деп айту, согласие берді. Сол үшін бұл негізі борец емес. Мен енді грек-рим күресінен шыққаннан кейін мен 5 дүркін призер Қазақстанамын да. Юноштан бронзовый призер болдым. Универсиададан Қазақстаннан 2 рет 3-ші орын алдым. Кубок Қазақстана, чемпионат Қазақстана бронза мен серебро алдым. Енді мен егер Нұрберген енді представитель тайквандода, ITF па, ITF па бірдеңе. Енді мен егер Нұрбергеннен ұтып қалатын болсам, бүткіл классиктар мен амандаспай қоятын сияқты. Тем более ана жақта здоровый тяж отыр. Сол үшін мен от всех классиков должен Нұрбергенді бір-екі рет бір пятибалкаға тастауым керекпін да. Вообще, я считаю, что Нұрбергенді егер 3 минуттан күрескен кезде мен разницы нету, греко-римский ма, вольный ма, 10-0 істейтінім смело. Осы жолы я хочу, мен достарыммен просто шай ішіп отырып осы теманы айтқан кезде сенбей қойған, не может быть, чтобы сен Нұрбергенді бірінші периодта 10-0 жасайсың деп. Мен айтам, 3 минутта жасаймын. Сол үшін ертең бұмен менің секундантым дос балам шығады. Мен енді ортада бросоктан кейін анау оценочный балл жоқ қой. Мен каждый бросоктан кейін мен досыма қарап бүйтіп өзім санайын деп отырмын да. 4 балл, 2 балл, нокат тағы 2 балл, 5 балл, уже 10-нан кейін бастап күресе бастаймын да. Сол үшін негізі енді мен шыға сап аяғын өтіп, бұның ана вольниковский защитасы бар мынандай. Бүйтіп аяғын өтемін де, аяғын защит етіп, көтке отыра сап аяғын тартып жүруім мүмкін да. Бірақ ол не интересно будет. Енді біздікі андай супер схватка болғаннан кейін Нұрбергенден слабый болса да кішкене уақыт создыруым керекпін да. Сол үшін енді білмеймін Нұрберген қалай күреседі, вообще он вообще тайквандист па, базасы жоқ па. Мне интересно, қалай сен ұтайын деп тұрсың мен. Мастер спорта тем более. А сен 3-й разряд. Маған интересно отыр сен қалай күресетінің бар ғой, мен саған айттым ғой бәрін уже. Бізде екеуміз, по идее біз грэплингтен күрескенбіз негізі. Қай жерде? Қалай болды? Біз атырауда күрескенбіз. Біз атырауда күресіп, аяғына болевой тартып жүргенбіз. Бір емес 2 рет тартып жүрген. Ол кезде екеуміз күрестік, ол кезде андай no contest деген бар ғой. Бой не состоявшийся болды. Потому что мен бұны бағылмен жаңа қадап келеттім де, отып келеттім де, аяғымда травма болғаннан кейін, из-за травмы схватканы остановили. И онай анау енді хозяин болғаннан мен айтпен Нұрбергенге бере салыңдар. Бұл чисто наймандан признавать етпейді да, ұтылғаным бар ғой, түсінесіз ба? Всегда бір травма болып қалады, или бірдемесі жетпей қалады, или бірдеме болып қалады бар ғой, всегда бар ғой. Қуат, мен саған айтайын, Таиландта көрдің ғой ана видеоны? Мен бірақ бір сторис көргенмін. Енді мен саған конкретно айтам. Мәке, давай бізде бар ғой, бізде. Судья болсын, бірақ мен аяғына болевой тартам, просто айтып беремін саған айтам. Оның аяғына болевой тартам. Мен саған ескертем тыңда. Аяғына болевой тартам. Жоқ, тұра тұр. Қай күрестен? Вольный күрестен? Жоқ, ертең күресеміз ғой бұйырса. Ертең күресеміз. Ол ана күресіп жатыр да, екеуміз грэплинг күресіп жатыр. Аяғында бар соқ. Грэплинг емес, вольный бар. Екеуміз күресіп жатыр. Вольный емес, үстіме шығып алып көрдің ғой, аяғымда үстіме накрив айтады. Сосын алдымда аяғына болевой тартып жібердім. Көке ағалап дедің ғой, дұрыс па? Көрдің ғой? Міне азамат білет, Барцовкамен грэплерлер күреспейді айтшы. Жоқ, причем одан кейін правила бар, вообще джентльменский правила бар да. Причем здесь біз екеуміз күресіп жатыр. Барцовка бар, спаррингте болсын, грэплингте болсын, у кого нога барцовки болевой тартпайды. Жарайды, джентльмен. Жарайды, жақсы. Мынау енді не джентльмен. Жоқ, ертең жарайды, джентльмен, не джентльмен. Болевой тартпайды. Енді мен тыңда. Ертең барцовкамен шығасың ғой сен. Классик болып шығам деп отырсың ғой. Жарайды, көреміз. Классик болып шық. Барцовка киесің аяғыңа, дұрыс па? Конкретно кейін барцовка. Жылап жүрмес одан кейін. Аяғыма тартып жіберді, анау мынау деп. Сразу айтайын мен саған. Барцовкамен шығып саған тартып жіберсем не болады? Жоқ, жарайды, сен маған тарта алмайсың. Мен саған конкретно аяғыңа болевой беремін. Бірақ тренер судьяға айтамыз. Бірақ анау жер соқса да тоқтатпаймыз, брат. Көке деп айтасың, сонда тоқтаймын. Сразу айтайын мен саған конкретно. Көке деп айта алмай қалсаң қыңылдырсың. Сен өмірде ММА-да біреуді қыңылдырып көрген сен ана Рабаджанов па, соны бір қыңылдырған боларсың, бля, өмірінде. И то саған повезло онда. 38 бойының ішінде 25-менде болевой. Онда білмеймін, қаңқып көрген біреуге тартқан болсын. Сен схватканы ұтып қалғансың ғой, қайдан схватка? Анау Fight Club'та.
қандай схватка? Видеоны көрсетіп жүр. Қандай схватка? Бір прогиб кетті. Болса бір базарнет бір классикский бір прогибін жасаған бар. Ертең грэплинг ол саған прогиб, не прогиб не играет, брат. Базарнет 3 балға жібердім базарнет. Мынау. Но трашеш, не мынау. Біріншісі былай. Жоқ, ей, бірде бір. Mortal Kombat'та фаталити жасадым ғой. Мен счет 1-1 болды базарнет. Мойындаймын оны. Счет екеуміз бір-бірімізге тарттық. Бірінші маған тарт, екіншісіне өзіне тартып жібердім бар ғой. Просто расслабленный күрестім да болған менше. Просто мен конкретно айтамын, судьяға айтып қояйық та ертең келген. Бізді тоқтатпасын. Болевой сода. Мамалатам мен сен. Серьезно. Отвечаю, мамалатам мен сен. Жоқ, талып қалса нокаут. Қайда талып қалады? Жоқ, мен бүйтіп көтеремін да. Талып қалса ол все. Талып қалу ейтін 100-ден бірі ғой, 1000-нан бірі ғой. Ол возможно нәрсе емес. Сен бір жоқ, егер ұйықтап қалсаң сен. Оятып алып сен көке деп айтасың ба, айтпайсың. Жоқ, мен сен прогибқа лақтырдым да, сен аяғымнан зацеп жасайын дедім да, баспен түсіп. Мен нақты зацеп жасаймын, мен зацеп жасамаймын ғой саған, зачем мен зацеп жасаймын? Солай болып қалды. Қалай солай болып қалады? Мен саған бір далада қаңғып жүрген біреу. Жоқ, сен тұрғызып тұр деп көке деп айтса айтасың ба, айтпайсың ба? Көке деп айтасың ба, айтпайсың ба? Мен сен маған тарта алмайсың да, мен сен көке деп айтпаймын да. Мен саған конкретно айтайын. Солай болсын, мәке. Сразу судьяға айтайық, келісеміз. Болевой тартамыз ғой. Соқса, соққанда тоқтатпасын бізді. Бізді тоқтатпай қой. Бізге именно правиланы алып тастасын. Мен күресші көтейінен тебемін, оның бар ғой, ертең бар ғой. Правиланы алып тастасын. Замечание аласыз, ескертіп аласыз. Шоуда, братан, ол. Ничего страшного, нормально. Жоқ, біздің өзіміз ережеміз бар, соған қарап күресу керек. Кіммен дайындалды? Нұрбеген кіммен дайындалды? Вольник. Саған дайындық керек емес маған. Саған дайындық керек емес. Дайындалмайық та көтін айырамын. Бокстан тура, помнишь пресс-конференцияда? Бокста. Мынау қайта бала бар ғой, өзгертті ше, мәке. Бокста ше. Бұл ана пресс-конференцияда базардан алған очкин киіп өзінше отыр еді. Содан кейін ана пресс-конференция көрген адамдар айтқан ғой, Нұрберген, сен енді көшеде китайский очкимен жүрсең, білінбейді ғой енді оригинал, не оригинал. Сен ана миллион халық отыр, халықтың ішінде анау оригиналды отличать ететін адамдар бар, брендовый киімді. Соны айтқан копиясын тақпай-ақ қой пресс-конференция. Молодец, ана копиясы келіпті да, ана очки жоқ. Енді қолына өтірік сағат тағып анау өтірік қандай ғой? Роликстің өтірігі анау. Қалай еді аты? Қайда Rolex? Не ғой? Так что Нұрберген көреміз енді. Ертең ковер көрсетеді. Ертең енді қызық болды. Енді осынан ұтылсаң білмеймін. Давай, очки, матч причем за очки сағат. Давай, күресеміз 28 ғой мәке да? 28 болады. Сразу айт енді рефериға. Болевой тартамын, сразу тоқтатпасын. Жоқ, мен сені қылқындырғым келіп отыр да, мен шын айтамын. Мен сені бірінші период кресқа кіріп бір тастаймын, отработка істеймін да, качерге лақтырамын, бір жамбас жасаймын, жаңа болевой тартамын да, ішпен жатқан кезде көтеріп тағы бір тастаймын да. Екінші раунд мен сені просто бүйтемін да, аяғын өтемін да, либо аяғына тартамын, либо артын аламын да, қылқындырамын. Осы кезде көке деп үлгермейсің сен. Ұйықтап кеткен адам қалай көке деп айтады? Сен қылқындыра алмайсың, мен саған конкретно айтамын. Қалай қылқындырамын? Басың мынандай мойның жіп-жіңішке. Мына қол кіргеннен кейін болды ғой. Қарамаймын мен сені, қандай базаң екен. Ковер покажет, ковер. Жоқ, ковер ковер. Типичный әңгіме, ковер покажет. Бізде ковер не покажет. Менде принципиальный, мен саған конкретно айтайын бар ғой. Мен айтайын дегенім, сенің жаңағы правилаңмен, мәкеге айтып отқан правилам, не согласен. Сен правилан дейтін. Өйткені сен айтып үлгермей қалуы мүмкінсің. Көке деп вообще. Сен прогиб 4 балл, 3 балл, причем здесь 4 балл, 3 балл. Жоқ, мен для себя ол просто развлечь публику. Сен 4 балл. Алишер деген дос балам бар ғой, соған хочу доказать, ол сен берді да, сен Нұрбегенді бір раундта 10-0 жасаймын деді. 10-0 дейді. Қайда? Мен сен домалатамын, нокатпен. Былай лақтырып, бүйтіп. Өтпейді, мен саған конкретно айтамын, қуат. 10-0 болмайды, мен саған отвечаю. Жоқ, жаңағымен не согласен. 3 минутта, 10 минут. Көке, мөке дегенмен не согласен, потому что сен ұйықтап кетсең, мен қалай айтып қалам саған ұйықтап отқан адамға? Ұйықтап қалайын лучше. Ұйықтап отқан адам сөйлемейді уже. Базарнет ұйықтап қалған проблема емес. Отылдың бірақ, тұрып жаңағындай төбелес. Жоқ, мен отылған жоқпын. Күрес қылды. Бокстан кейін 3 күн үйіме келіп мазамды алды ғой. Мен сенімен туристпен, бесплатно, тем более. Мен и так машинаңды алып алдым, сен ақша алып кел хотя бы деймін да. Мен ақшаға төбелесіп үйреніп қойғаннан кейін бесплатно желанием жоқ қой. Бұл жерде сонда грэплинг пен грек-рим күресі ғой, Или грэплингтің представителі болмысыз? Базасы жоқ оның. Мен грек-рим, оның базасы жоқ. Мен вольникпін ғой, негізі вольникпін. Өзім вольникпін. Мен вольниктерге балл бермейді, мен көрдім. Еркін күрес пен грек-рим күресі күресейін деп отыр. Вольникпін. Ол еркін күрес деп не считается, ол разряд алмаған. Қалай разряд КМС емес алмаған? даже. Блядь, мен Қазақстанда көрсеткен. Сен бұны өзінен басқа адамды адам көрмейді. Бар ғой. Мен чемпион Қазақстан, мен сен қайда күрескенсің? Мен де күрестім. Қазақстан орын алмасам да, бірақ күресті мен вольныйда. Мен по мужикам 2 рет призер Қазақстана.
мастер спорта Мардан Сапарбаевты ұттым. Сен ковер көрмегенсің ғой сен оны. Қалай ковер көрмедік? Мен күрестім. Школ кезінде не считается ана вольник айтыңдаршы, брат. Қалай бір ай, не екі ай считается? қатысқан Болат барес, айтшы, ол вольник күресші емес. ғой біз вольный. Білесің? Екі ай вольникқа қатысқан вольниктің десе қуасың ба дейді ғой. Иә, біз негізінде Нұрбек ағам бізге сборға келеді, күресші негізінде. Анау бір таныстар арқылы Қамақ алып беріп айтып бүйтіп жүріп стабильно кетіп сборныйға. Атақ алмайды ма адамды сборныйға? Өзінен басқа адамды адам көрмейді. Нұрбек ағаның кішкене несі бар, базасы күрестік кішкене бар. Вольниктерге бал бермей жүрген. Мен сен айтайын, вольник анау-мынау вольниктердің бар. Сол жағымен тұрмады. Негізі қатты қарабай бұл сол жағымен ше. Білмеймін, алдында брат залға барып күресіп едім. Қашан күресің сен? Ана прогибті көрсең ұят болады. Просто көрсін келмей отыр да. Прогиб страшно что. Просто тұрған бол, Аслабич тұрып та. Бір рет лақтырған болар, оны айтады. Өмір бақи айтады соны. Бір прогиб барғанда бір. Отырғандардың мнениесін сұрап шығайық, пікірін. Осы жекпе-жек жайлы, осы схватка жайлы кім ойлайды, кім жеңеді деген сияқты, кім пікірі бар? Счет 1-0 негізі. Сразу айтып қояйын, ескертіп қояйын. Мұнан әңгімесін тойып алып, мұнан буына мендер конкретно айтайын. Нұрбек, нешінші раундта жеңесің? Нешінші раундта жеңесің? Нешінші раундта? Иә. Нешінші раундта жеңейін сен, айтшы. Бүйтіп келсек, егер сен 2 раунд бар ғой, 2 раундта мен жеңбесең, сен енді өзің уверенсің ғой. Екінші раундқа жеңбей, экстра раунд басталса, сен сол экстра раунд қарашы. Сен жеңілесің, автоматически еще гонорарың маған бересің. Қалай дейсің? 2 раунд 5 минуттан ғой. Сен айтып отырсың, сындырам деп. Причем біз 2 раунд бітіп тоқта. Сен гонорар поднимай. Сен отырсаң сен бересің, автоматически менің қолым көтереді. Еще мәке гонорарың Каспийға фук жібереді. Сен ұтылсаң гонорар маған бересің ба? Ұтылсам берем. Точно ма? 100% ұтылсам. Ұтылсам. А егер экстра раунд басталып кетсе, сен автоматически мәке сол секундамаса почему экстра раунд общий күрес сен 2 раундта сындырам деп тұрсың ғой енді. Мен сен қалай дополнительный бонус? Сен айтып тұрсың 5 минутта қуатты сындырам деп отырсың да. Мен саған бонусым 2-ші раундты полный беріп отырмын. 10 минутта мен жеңбесем, мен автоматически победил. Еще сен гонорарың маған кетеді. Қалай 10 минутта сен 10 минутта мен сен болевой еще дополнительный бізде бар ғой, общий айтып отырмын, общий балансты айтады. Ерғали не дейді отыр досым? Жаңа айтты ғой, 1-ші раундта сындырам деді ғой қолмен. 2 раундта болевойға дейін. Сен айтып отырсың, 2 раунд. Мен просто разыграть етем бірінші, разыграть етем, 5 минут ше. Бұл айтып отыр, мен де сразу тартсам қызық емес пе? Мен де айтайын конкретно айтып отырмын да, сразу болмайды да. Келісесіз бе, келіспейсіз бе? Я тебе сделку предлагаю. Причем келіспе. Бірінші айтып отырмын ғой, 10 минут полный ұтылсаң, сен гонорар маған бересің. Келістік па? Жоқ, ұтылсам, егер сен қолын көтерсе, разница жоқ, мен саған беремін. Но сен сөзіңе жауап берсеші, сен айттың 1-ші раундта дома қыламын дедім. Мен саған тағы 1 раунд даю, 2 минут. Егер сен экстра раундқа дейін мен жеңе алмасаң, ты автоматически проигрываешь, еще гонорарыңды отдаешь. Экстра раунд? Да или нет? Жоқ, экстра раунд болғанда былай 10 минут күресеміз біз. 10 минутта ешкім болевой тартпаса экстра раунд береді. Экстра раундта мен ұтып кетсем қалай болады? Қалай ұтасың сен, аяқ проход ноги не екенін білмейсің. Қалай? Таеквондист. Сен бірақ базовый таеквондист, қалай проход істейді? Тейкдаунға дейін ғой. Қалай? Мен вольник сборында 3 номер ғой. Сен ата заманда көріскен адамсың. Қашан көресің сен, айтшы. Қалай? Сен бұрынғы достижениеңді айта бермейсің. Мен де көрестім вольныйша, дұрыс па? Бывших борцов не бывает. Может, сендерде бывший таеквондист болады шығар. Борец однажды, борец навсегда. Бітті. Сізге сұрақ. Қай раундты қалай жеңесіз? Сіздің жоспар бойынша. Жоспар бойынша 10 минут күресеміз, 10 минут. Кетеді 7-ші минуттарда, 6-ші, 7-ші минуттарда мысалы, может, бүйтті да. Болевой тартам десейші. Болевой тартам мен. Қуат, сіз қалай жеңесіз? Енді мен бұның, енді ана вольниктар жаңа достар мақтап отыр ғой, ол действительно оң аяғымен защитасы жақсы. Бұл аяқ ұзын ғой, бойы 2 метр. Аяғын беріп қояды, защитасы жақсы. Мына жақтары ұзын болғаннан кейін, мен оны аяғына өтіп, аяғын мына жаққа қойып атқан кезде жатып, аяғынан андай ахилла тартып жіберме болады. Бірақ ол адамдар енді осы пресс-конференциядан кейін, неткеннен кейін схватка көргісі келеді да. Сол үшін мен 1-ші раундты, чисто кайфовать, веселиться буду. Жаңағындай бал санаймын, Әлішер қарап күліп қоямын, мынаған 1 қон беріп қоямын, күресе бер деп. Әлішермен балды айтып тудасында 2-ші раундтан включаться начну. Енді примерно план бойынша 2-ші раундта аяғын өтемін да, арқасын аламын да, оң қолымды мойнына саламын да, бүйтіп созамын да, бұл енді жаңағындай аяғымды ойлап отқан кезде қылқындырып ұйықтатып жіберемін. Көке деп айтып үлгермейді вообще план бойынша. А экстра раундқа да өтсем болады. Просто 2-ші раунд тоже могу повеселиться. Жаңағы отырып алып, бүйтіп болевой жасай алмайды маған. 3-ші раундта шығамын да, спокойно бір бросок қой жаңағындай. Адамда рингтің сыртына лақтырып жіберемін, тоже будет считаться, да? Екі вариант, иә? Иә, рингтің шетіне лақтырамын, сразу көтеріп алып келемін да, бүйтіп. Үйіне қайтып дейін боламыз. Короче, болевой тартасың ба сонда маған? Жоқ, болевой тартпаймын.
ол менен потому что сен болевой тарта алмайсың қуат. енді ол бірінші раундқа байланысты. Екіншіден бірінші период наглеть етіп андай ұрып грубо күрессең болевой тартып жіберемін. Егер сен наглеть етіп күресем, именно принципиально наглеть етіп күресем мен сенімен. Тартшы маған болевой. Маған тартшы сен наглеть етіп күресем. болевойға түсіп көрдің ба негізі? болевой тартып жүрсем бонус бола ма, болмай ма? Просто мне надо заинтересовать. Мен уже анау затқа төгіліп жүріп сен маған болевой тартсаң, сен маған болевой тартсаң, мен саған бонус беремін. Мен саған беремін бонус. Өзі бонус берем деп Мен саған бонус беремін. Қандай бонус бересің? Беремін ғой, нағыласын беремін. Бірінші айтсаң мен Гонорарым жартысын беремін, жарайды бонус. Болевой тартатын болсаң. гонорардың жартысы, да? Иә, гонорарың жартысы. Сен маған болевой тартатын болсаң, мен саған гонорарың жартысын беремін. Жоқ, Мәке, давай договоримся. Анаған гонорар бармай тұрып бірінші келеді ғой маған. Просто анау бермей қояды анау. Қалай бірінші келеді? Айтпадым деп шығады. Оған берме, оған берілген ақша қайтып келмейді. Жоқ. Причем десем? Все, конкретно. Мен айтып отырмын ғой, мен айтып отырмын. Сразу маған жібересің, да? Иә, жарты гонорар. Сен маған болевой тартатын болсаң, жарты гонорар Мәке саған сразу жібереді. Болды. Все. Енді көрейік енді кім мықты екен. Тартпаса не істейміз? Жүр. Тартпаса ештеңе болмайды. Тартпаса молодец. Қалай тартпаса молодец? Красавчик деп бәріне айтамын да. Я и так красавчик. Зачем нам интерес керек қой маған? Көрейік кім мықты екен. Давай. Не алып тұрмын осы. Не борецкий. Я греко-римский борец. Ал енді көрейік. Кім бірінші бастайды? Мына бастай берсін. Камера көрсетеміз. Ана сындырасың. 56-да 9 килограмм. Қанша? 56-да 9 килограмм. Мен қыспай ақ қоямын, мен потому что Нұрбегенмен саусақпен күреспеймін ғой. Мен вообще мына қысу, бәрін көзінше айтайын, мына қысу күшін қолданбаймын, сол үшін қыспай ақ қоямын. Жоқ, қосеш, қысеш. Қысеш, қосеш. Қой сен бөлексің ба не? Тұрмақ. Я не буду использовать, брат, я не буду это использовать, пальцы. Вот, видишь, пальцем күреспеймін. Камера говорит 10 секунд на камеру. Мен сен жеңу үшін просто маған саусақ бері жоқ дегенім ғой. Саусақ. Мен просто Нұрбеген сияқты саусақпен жұмыс істемеймін да. Маған саусақ керек емес. Вот где сила. Болды, нормально. А прежде чем мы продолжим обсуждение предстоящих наших схваток, хотелось бы поблагодарить нашего партнера, надежный партнер и лидера в сфере продаж дорожно-строительной техники компанию Байконур Machinery Company. С момента своего основания в 2003 году Байконур Machinery Company зарекомендовала себя как поставщик номер 1 в Казахстане и входит в топ-5 дилеров в мире по продаже спецтехники. Это впечатляющий результат, который подчеркивает профессионализм и высокое качество предоставляемых услуг. Также я хотел бы добавить о нашем спонсоре. Это спортивный клуб КТТ Академия. Она находится у нас в городе Алматы. Там тренируются сильнейшие грэплеры, джитсеры, куда могут все прийти борцы из разного также стиля, здесь сидящие, в дальнейшем тоже практиковать эти именно виды спорта. Не побоюсь сказать, что это является самым сильным клубом в Республике Казахстан, можно сказать. Воспитал очень много чемпионов мирового уровня. Ну что ж, давайте перейдем к обсуждению следующей предстоящей пары. Это у нас схватка между Олжасом Сырлыбаем, представителем греко-римской борьбы, мастером спорта, чемпионом Казахстана и призером чемпионата Азии, против Алишера Ергали, представителя вольной борьбы, мастера спорта международного класса, чемпиона Азии и также участника Олимпийских игр Парижа 2024 года. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ну что ж, қалай сендерге осы біздің форматымыз, қандай пікірлеріңіз бар, не ойлап жатсыздар? Тағы да ассалаумағалейкум баршаңызға. Осындай форматта өткізіп шақырып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Өте қуаныштымын бұл жерде қатысып жатқаныма. Өте жақсы идея негізі. Менде де кішкентайымнан енді көкейде жүрген сұрақ дейді ғой. Қызықты, қандай вид күшті деген. Идеяны қолдайсыз? Қолдаймын, өте жақсы қолдаймын. Мен қатыспағанда да келіп қарайтын едім, жоқ дегенде. Күрескен де арманда, күреспеген де арманда. Күреспеген де арманда деген сөз ғой. Өте жақсы идея. Алишер, сіз қалай ойлайсыз? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен есімім Ерғали Алишер, еркін күреспен айналысам.
жалпы бұл бізде еркін күресте бұндай конференция өткізу, шоу жасау жоқ қой, особо қатты дамымаған. Сол себепті бұл мен үшін, өзім үшін жаңа бастау. Жаңа Мақсат аға, сіз звондаған кезде бірден шешімді қабылдадық, қатысамыз деп. Бір жағынан жастарға да үлкен үлгі болсын деп, жастар жаңа көп басқа жаққа кетіп бара жатыр ғой. Сол себепті спортқа баулсын деп, бүкіл әр видтің мықты спортшылар қатысқандықтан барлығы қарайды. Сол себепті қызық болады деп ойлаймын. Бізде жаңағы жаңа вид спорта ғой, сол қызық қой негізі. Өткенде грэпплингтің тренировкасына барып көрдік. Біз үшін қызық болды, шынымды айтсам. Еркін күресте басқаша, грэпплингте тоже басқаша. Енді қарсыласым Олжас өте мықты палуан ғой жалпы. Сол көреміз енді. Сізге көп рахмет біріншіден. Осындай идея келген кезде мен сізге және Азаматқа звондағам. Осыны идеяның бәрін қолдап, әрине біз дайынбыз, біз күресеміз дегендей көп сұрақ сіз жақтан болған жоқ. Қалай болады? Маған болевой жасаса, удушающий жасаса, ондай ешқандай сізде ойда келген жоқ. Ол неден, ол рух бар. Ешқандай қарсыластан қорықпай, мен осы күресуге дайынмын дегенде. Бірақ жауапты естідім, дайынмын дегенде өте қатты қуандым. Біздің лига үшін жалпы үлкен абырой, құрмет. Ары қарай әрине басқа палуандармен хабарласқанда кезде, осындай сіз сияқты палуандар атақты күресейін деп жатыр деген кезде бәрі қолдады. Сізге көп рахмет ол жағынан. Бұл жерде енді менің сұрайтыным, негізі мысалы еркін күресті алатын болсақ, греко-римский күресті алатын болсақ, қандай преимуществосы бар екен? Именно осы біздің ережелеріміз бойынша пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер. Преимущество жаңағы айтады ғой, еркін күресеміз ғой біздер. Аяққа өте береміз. Ал жаңа грек-рим классика болғаннан олар тек белден жоғары күреседі. Аяқты мүлдем қолданбайды. Аяқтан шалып кетсе, күрес тоқтатып тастайды, сондай правилалар бар да өздерінде. Ал бізде аяққа өте береміз жаңа жерде. Сол жерде жатып алып та күресе беретін өзіміздің еркін күрес деген солай ғой жалпы. Ал классиканы енді Олжас өзің айтсайшы, өзің қалай сезінесің? Сәл қиындау болатын сияқты, еркін күреспен күрескен кезде аяқ біраз сезбейміз ғой. Енді осыған дейін Қажымұқан атамыз деп бәріміз білеміз ғой, классик болған деп. Қажымұқан атамыз анау Парижға барып, қазақтың кім екенін танытып келген кісі ғой, марқұм атамыз. Бәріміз соның жолын ізбасар бауырлары, інілеріміз, балаларымыз ғой былай қарап тұрғанда. Сондықтан ойлаймын енді ол жерде мүмкін Алишер мен Олжас шыққан күннің өзіне бір-бірімен сол атамыздың мойынды қысып қылқындыруы бар. Солай енді мүмкін сөйтіп жеңет шығар деп ойлаймын. Енді бұл бізде қайта мына дзюдомен айналысамыз, самбомен айналысамыз, бізде кішкене удушающийді білеміз. Бізде удушающий мен болевой, қолға болевой тартамыз. Ал именно осы еркін күреспен греко-рим күресінде ол әдістерді қолданбайды. Сондықтан ойлаймын, мына қолмен басты қысып, қылқындырып солай жеңет шығар деп ойлаймын. Енді жеңіске солай жетуге болады шығар. Енді осыған дейін мүмкін тағы да бір жұмыс істеп келген болса, мүмкін аяққа да қолға да болевой тартып, мүмкін солай жеңет шығар. Енді ар жақтан әрине мықтысы енді қазір бөліп жатсыздар ғой, кимономен шығатыны бар, кимоносыз шығатыны бар деп. Кимономен шығатын жақта мықтысы жеңіске жетіп шықса, әрине ақтықсын да көре жатармыз, кім жеңіске жететін. Бұл жерде сол жаңағы тек еркін күрес, грек-рим ғана күрес емес, басқа да мықты ағаларымыз отыр ғой негізі. Сол себепті бұл жерде кім дайын, сол тапты деп ойлаймын жалпы. Өзінің күресін жүргізсе. Ал мысалы грэпплингке қарсы қандай ой бар? Айтпай қойсам бола ма де қазір? Грэпплинг бір-екі план бар еді деймін. Вольнимен бар ғой, мен өзім күресіп көрген, вольникпен де, классикпен де да. Вольникпен классик бейтіп бүйіріңнен қысқан кезде бар ғой, мына қабырғаң сындырып жібереді негізі да.
сол өзің былаяқ берілесің ол жақта ше. Осылай осы кісілердің негізі сол қысуына түспесең болды, олар бүйтіп накат жасайды ғой қысып. Сол қысқан кезде қабырғаң сындырған өзім көргенмін. Бүйтіп ауа жетпей қалады. Енді соған түсірмесін. Енді бұл жерде басты мақсат жаңағы не ғой бізде аяқты бермеу керек. Греплермен шығып қалсақ. Аяқты беріп қойған жағдайда біз енді аяғымыз ілініп қалады деп ойлаймын. Ол жерде қиын болады қарсыласу. Ал сондай жоспар бар жалпы. Енді аяққа өтіп құлату ғой жалпы мақсатымыз бар. Менде бір сұрақ, осы сұрақтан кейін сұрағым келеді. Осы жерде грэплингтің мықты палуандары жиналған. Ең осы 30 палуанның ішінде ең салмағы аз бір палуан отыр. Салмағы 60 килограмм. Мен соған сұрақ қояйын деп жатырмын. Маскамен отырсыз, түсінбей отырмын кім екеніңіз. Ағаларың отыр, қарсыластарың отыр. Үлкен тяжбен шықсаң, не болады онда? Сізге сұрақ. Барлықтарыңа ассалаумағалейкум. Мына жерде барлық вейттен адамдар отыр да енді. Сода мен бір байқағаным, барлық вейттің ішінен үлкендері келген де еще. Үлкен ауыр салмақтағылар келген. Ауыр салмақтағылар. Қандай вид спорттан 60 килограмм мына жерде отыра алады деген сұрақ. Осында үлкен мысалы неде да? Қандай вид спорт сендерге тұрып бере алады 60 килограмм деген сияқты осындай күресте ережесіз. Қай күрес 60 еркін күрестен, грек-рим күресінен салмағы 60 килограмм шыға ала ма осы жерде сіздермен күресуге? Ережесіз күресте енді ол. Жоқ, мен сізге сұрақ, сіз осы жарысқа жай қатысу үшін келдіңіз бе? Жай қатысу үшін келген жоқ, ұту үшін. Осы жердегі бәрімен шықсаңыз ұтасың деп ойлайсың ба? Иә. Бізде еркін күресте негізі сен тұр, мен атам деген жігіттер көп қой. Біз шықпай қалған жағдайда мысалы талас болып отыр негізі. Мен шығам деп. Негізі 60 килограмм жігіттерде бар. Осал емес жігіттер, дайын тұрған жігіттер бар. Болды келсін. Сол жаңа сұраққа жауап берген ғой. Мен айтайын, міне Елдос Сметов деген өзіміздің әлем олимпиада чемпионы бауырымыз бар ғой. Батырымыз, қазақтың батыры, 3 олимпиадаға барды, 3-інде де жүлдемен келді, олимпиада чемпионы болып келді. Өзім жай жаттығуда күресіп көрдім мен. Салмағыңыз қанша? Мен салмағым 100-ден жоғары. Ол 60 килограмм. Ол енді дзюдоның правиласымен күресіп жатырық біз. Оның скоросына менің шыны керек, көзім ілесе алмайды. Мен захват ұстап, енді бастаған кезде ол 2 бұтым ортасында тұр былай. Ол тұрып баратқан кезде мен уже құлап бара жатырмын да. Сондай енді біздің әр қазақтың жігіті өзінің бір рухы бар, рухы жоғары, сондай қазақтың батыры ғой енді. Әр қазақ елінің жігітін алсақ, ол елім үшін, жерім үшін дейтін әрқашанда еңбек етеді деп ойлаймын. Сондықтан мен 100% сенем, қандай рухы биік жігіт болса да, ол осы ортаға шығып. Салмаққа қарамайды. Салмаққа қарамайды ол, салмаққа қарамайды. Сондықтан бауырымызға Алла қалса сәттілік, енді тек ар жақтан шығатын Алла қалса енді қуантып тұр бізді. Біз жаға қиын болып тұрған сияқты. Ар жақтан шығатын қуантып тұр бауырым. Алла қалса сәттілік өзіңе де. Бұл жерде, короче, бәрі батырлар ғой негізі, өзі қазақтың батырлары, әркім, әр спорттың өзінің батыры да. Бұл жерде просто мынандай сұрақ та просто. Бұл жерде барлығы өзінің правиласы бойынша мықты. Бұл жерде сендер именно грэплерлердің правиласымен күресейін деп жатсыңдар. Вот сол вопрос та. Жоқ, 2 раунд қана. Үшінші раунд олар бәрі осы жерде отырған ережесі бойынша. Енді сол айтып жатқаным, бұл жерде сіздер біздің территорияға келіп тұрсыңдар деп жатырмын ғой, короче, тазасы. Сол үшін кішкене. Енді грэплинг жаңағы күрес басталды деп басталған кезде сразу партерге кетеді ғой адам. Жоқ, сразу ереже бойынша болмайды. Ол міндетті түрде күресу керек сіздермен. Стойкадан бастау керек. Одан кейін көтеріп лақтырасың ба, жатып лақтырасың ба өзің білесің. То есть нельзя сразу ложиться на спину, да, с момента? Ереже бойынша болмайды. Ереженің бәрін толық біз жарыс күні бәріне түсіндіреміз.
Ондай болса, көпке созбай Алишер мен Олжасты ортаға шығарсақ, face-to-face'ке. Face to face. Да. Алишер Ерғали, еркін күрес. Еркін күрес мықты ма? Олжас Грек-рим Сырғыбай. күрес мықты ма? Кім Баста, баста. Грек-рим. Сізге. Сен камера болсын. Ол мен. Ей, сындырас. 71-1 килограмм. Ал енді Алишердің қуатын көрейік. Сылай қызылмай ма? Жо, мен өзім оңқаймын жалпы. Енді бірақ оң қолда жарақат болғаннан кейін сол қолмен қысып көрейік. Алпыс 7 килограмм. Күреспек қоясың ау соны. Бір-біріңізге қарап, сосын камераға. Рахмет. Мы хотели бы дальше продолжить по нашим соперникам, борцам. Здесь сидит у нас очень известный боец ММА, представитель стиля ММА Азамат Бахытов и представитель рукопашного боя Сырымбек Тұрсын. Сіздерге сөз, өздеріңіз туралы қысқаша айтып берсеңіз, қандай мақсатпен келіп тұрсыз осы жарысқа, жеңіске ме, күресуге ме деген осындай ме? Ассалаумағалейкум барлығына. Мақсат 10 миллион ғой, басқа мақсат жоқ бұл жерде. Енді бұл жерде негізі басқа спорттарды айтады ғой, там грек-рим, там вольный дзюдо, бәр спорт жақсы да, бірақ өзім правиласымен жаңа айта кеттім ғой. А бұл жерде негізі грэплингтің лучший вид екенін уже доказывать еткен да. Ал біз ММА болғасын, ММА-да грэплинг, вольный барлығы бар да бізде. Сол себепті бұл жерде енді біздің правилаға, біздің зонаға келіп тұр ғой жігіттер, бір сөзбен айтқанда. Енді мен мысалға былай да, бір ай мысалға мен грек-рим істеп, или бір ай вольный істеп, мысалға вольник баланы ұтамаймын да. Сол сияқты да. Бұған жаңа бір ай уақыт болды ғой дайындыққа. Бір айда егер бұлай ұтып тастай беретін болса, онда Олимпиадаға 2 ай дайындалып, Олимпиаданы ұтуға болады, сол сияқты әңгіме ғой. А так жалпы сол настрой только на победу ғой. Бұл жерден соперник есемде өзіміздің күресіп жүрген балалар мына жерде. Джиу-джитсудан, грэплингтан, только сол жігіттермен, сол жігіттермен қызық схватка болады. Қалғандармен тоже қызық енді. Ол жерде оларда преимущество только салмақта да. Мен средний вес болғасын, оларда кішкене үлкен салмақ. Сол жағынан кішкене физика жағынан артықшылығы болуы мүмкін. Бірақ кез келген адамның слабый жерін табуға болады ғой. Мен негізі Азамат Бахытовты осы фавориттердің бірі деп санаймын осы гран-приде. Сіздің ойыңызша? Я мен де солай санаймын. Азамат, сейчас какой вес у тебя актуальный? Қазір 90 килограмм. Жалпы ММА-да төбелескен кезде қай салмақта төбелестіңіз? ММА-да 70 килограммға төбелескен. Қазір 20 килограмм өсті да? Қазір салмақ өсіп жатыр ғой. Әзеке, рахмет сізге. Сырым, сіздің ойыңыз қалай? Баршасына ассалаумағалейкум. Есім Сырым болады. Панкратионнан жастар арасында әлем чемпионым, рукопашный бойдан Қазақстан чемпионым. Енді маған мәке алғаш сіз хабарласқан кезде негізгі мақсаты қандай деп сұраған кезде сіз айттыңыз, Қажымұқан атамыз бұрында күресті ғой, ереже жоқ болды. Бірақ соны ары қарай жалғастырып, бүгінгі таңда бүгінгі заманның Қажымұқанын анықтағым келеді деп. Сондықтан да енді бұл жерде сен тұр мен атайын деген сайдың тасында іріктелген жігіттер, әрқайсысы әр спорттың маманы. Енді мысалы дзюдоны алып қарасақ та, вольникті, қазақша күресті, ММА-ды алып қарасақ та өздерінің фанаттары бар да. Бірақ солардың басын біріктіріп осы жерге ұйымдастырып отқаннан кейін негізгі мақсаты менде мысалы 23 күні бойда, бірақ негізгі мақсат спортты дәріптеу болғаннан кейін мен сізге келістім да, өйткені бүгінгі таңда біздің спорттан алыстап кеткен жас жігіттер көп та, мысалы анашаға, араққа, басқа нәрсеге салынып кеткен. Сондықтан осындай ағалар, бауырлар бірігіп спортты насихаттаса, ертең бір емес 100 Қажымұқан осы жерге жиналып отыратын болса, бұл үлкен бәсекелестік болады деп ойлаймын. Сондықтан да бір Қажымұқан кезінде Ұлы Отан соғысына өзінің медальдарын, гонорарын сатып самолет жіберген ғой. Сондықтан да
ондай болмаса да бүгінгі бейбіт заманның қажымұқандары болып біз жастарды дұрыс нәрсеге тәрбиелесек, сол жақсы болады деп ойлаймын мен. Сол үшін келістім. Енді менің қарсыласым Азамат Бақытов екен. Азаматты сыйлаймыз, өзі мықты азамат. Азамат деп атына тұрарлық жігіт болғаннан кейін енді Азаматпен күресу маған да қызық болып тұр. Бұйырса жақсы бір күрес болады деп ойлаймын. Маған негізі басқа соперник беру керек еді деп мен өзім ойлағам негізі. Бұл просто менен күрес үйреніп жүрген бала ғой, ол менімен күресейін деп жатыр да қазір. Мүмкін мен Рамазан Құсайымов деген белгілі атақты джитсер бар, грэплер. Ол айтады, мен Адлан деген чемпионды өсіргем, өзім осылай сіз айтқандай тәрбиелеп, күресті үйретіп, енді қазіргі таңда тек қана соған ұтылып жүр да осы Қазақстан Адланға. Ұстаздан шәкірт озат дейді ғой. Көреміз енді 28-інде. Енді кім Рамазан танимыз ғой тоже, жалпы өзіміздің күрес жүрген жігіт, бірақ қартайып қалды ол жігіт. Содан кейін болып жүрген шығар, мүмкін жастар өсті, анау қартайды деген сияқты. Маған да просто грек-риммен солармен күрескен былай қызық еді тоже өзіме де. Күрес көрдім, жаңа айтып жатыр ғой, накатпен бел сындырамыз деп. Енді білмеймін, партерде накаттан басқа не жасайды деген ойда тоже бір жағынан. Бірақ бел сындыруға енді қайдам енді көреміз, бұйырса. Настрой мықты. Настрой жақсы. Азамат енді мына жерде өзің кімді фаворит көріп отырсың өзіңе қарсылас ретінде жалпы? Сол өзім спортта жүрген балалар ғой, там Мағжан бар, там Сейілхан отыр, Руслан отыр. Қалған енді маған қызық өзіме де қалай өздерін мына правила бойынша өзінің қалай көрсететіні. А так негізі өзім основной соперник есебінде jiu-jitsu'да жүрген, грэпплингте жүрген балалар ғой. Онда ортаға түсіп. Кім бірінші бастайды? Бастай бер. Травмированный. 53 килограмм. Елу 8 килограмм. Алдыға қараймыз. Бір-бірінде. Сосын алдыға. Келесі қарсыластары туралы айта кетсек болсақ, мен өзім қазақ күресінен күресіп көргем, самбодан күресіп көргем. Былай айтқанда қазақ күресінің палуандары, самбоның палуандары, дзюдоның палуандары Қазақстан Республикасында бәрі таниды. Әрбір жарыстарға бір-бірімен күреседі, кездеседі. Енді осы біздің Намат рестлинг шайқаста кім мықты екен бізге де өте қызықты. Осы жерге бізге қонақ болып отқан Руслан Абдразаков деген, оны бәрі таниды. Қазақстан барысында 10 рет па, 10 ретте күрескен, оның ішінде күміс жүлдегері болды, қола жүлдегері болды. Оның туған ағасы Олан Рыскул бәрі таниды. Қазақстан барысының тұңғыш чемпионы, екеуі екі ағайынды. Дзюдодан да Қазақстан чемпионы болған. Оның қарсыласы самбоның өкілі Тимурлан Қолбаев туралы қазір тағы да айта кетсем, 2 апта бұрын біздің астанамызда жарыс өткен әлем чемпионаты самбодан. Сол әлем чемпионаты 100-ден жоғары салмақта сіз күресіп, бүкіл ел білет әлем чемпионы атандыңыз. Бізге де өте қызықты. Намат рестлингте осында 2 батыр, біреу қазақ күресінің, біреу самбо күресінің палуандары күресейін деп жатыр. Сол үшін менде бір сұрақ. Руслан, сіздің бойыңыз мен білем 198 сантиметр, салмағыңыз 125 килограмм. Бұл айтқанда осы жарыстың да фавориті деп сенем. Сөз сізге. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бауырлар, қазақ елі. Енді Мәке, өзіңіз бір үлкен жоба жасадыңыз. Осы жобаңызға шақырғаныңызға үлкен рахмет. Алла қаласа мықтысы жеңіске жетсін деп тілейміз.
Енді осы жарысқа қатысуым осы жастарға үлгі болу үшін ғой. Әрқайсысы да сол үлгі болу үшін келіп отыр осында деп ойлаймын. Ал өзіме келетін болсам, осы Темірлан мен қазақ күресінен де, дзюдо күресінен де, оқу жаттығу жиындарында бірге шығып жүрік, бірге күресіп жүрік. Бірақ әрқашанда ойлайтын, осы Темірланмен жарыста шықпасам екен деп. Бірақ сіздердің өкінішке орай солай қойып жатыр екенсіздер. Бірде бір рет күреспегенбіз екенбіз. Осы қанша жарыс... Қанша жыл болды? Мен 20 жыл болды мен осы дзюдо күресімен күресіп. Абылай жаттығуда күресіп жүрік. Ешқашан ұтпағам, шыны керек, мойындау керек қой. Ешқашан ұтпағам, бірақ жарысқа шығатын алдында мына Қазақстан барысы болсын, самбо болсын, жаңағы дзюдосы болсын, Темірланмен шықпасам екен деп. Өйткені бойы тапалдау, салмағы бар, күші бар, бүкіл менің жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, бойыңыз ұзын деп. Сол бойды астыға тартқан кезде анау шыны керек бір Касим Сотпен бүйтіп сүйреп жатқан сияқты болып көрінетін маған. Сондықтан ешқашан осы Темірланмен кездеспесем деп ойлайтын. Енді өздеріңіздің соқыр жеребенің кім екенін, әлде өздеріңіз жасаған жеребе ма, бірақ Темірланмен қойып жатыр екенсіздер. Енді бар күшіміз саламыз, ол кеше ғанағы әлем чемпионы. Енді бізде мына қазақ күресімен күрескендіктен бізде партерде күресу деген мүлдем жоқ. Бізде тек стойкада таза тастау керексің, амплитудный бросоктарға тастау керексің. Бросоктармен болатын болса, мүмкін жеңіске жетуімде бір 50-50%. Өйткені мен 100%-ке оны алып лақтырып жіберем деп айта алмаймын, өйткені жаңа ғана айтып өттім. Ал Темірланға аяққа да болевой тартады, қолға да тартады, және де самбының мүмкіншілігі көп бұл күресте. Ертең әрине біздің жаңағы подгруппа ғой, міне Азамат бауырымыз бар, мында Антон бауырымыз бар, BJJ-ден шығып жүрген, грэпплингтен шығып жүрген. Сол кісілерге соперник болады шығар деп ойлаймын енді. Біз де мына астынан өзіміз сол кішкене дзюдоға, қазақшаға жақындармен шықсақ, сол дұрыс болады. Негізі енді Алла қалса баршаңызға сәттілік. Әрине 10 миллион мықтыға бұйырсын. Мұқтаж жанға бұйырсын дейді ғой. Мұқтаж жанға бұйырсын Алла қалса. Ассалаумағалейкум, құрметті палуандар. Барлықтарыңызға сәттілік енді жарыста. Шын мықты жеңіске жетсін. Енді бұл жерде кілең әр спорттың қаймақтары жиналып отыр ғой енді. Сен тұр, мен атайындар. Барлықтарыңа сәттілік. Шын мықты жеңіске жетсін енді. Енді Руслан ағам айтып отыр ғой енді. Асыра мақтау жергендей болып отыр енді. Бірақ енді Руслан ағамызға қарап өзімізде бой түзейміз. Осы кісілерге қарап, осы кісілердің жағасын ұстасап күресек деп армандадық. Енді осы кісілерге бой түзеп күресіп келе жатырық енді. Енді шыны керек дзюдо, самбо, қазақ күресімен күресіп келе жатырық бала кезден. Бірақ жаңа айтып отырық қой, бір-бірімізбен кездеспедік деп. Енді ережесіз жекпе-жек сияқты болып жатыр ғой мына жерде. Бір басқа правиламен күресейін деп отырық бірінші рет енді. Қанша дзюдо, самбода жүрсек те, енді көреміз ертең. Кілем көрсетеді дейді ғой. Барлықтарыңызға сәттілік енді. Шын мықты жеңіске жетсін. Мақсат аға, сізге де рахмет енді осылай шақырып, елдің батыры деп шақырып жатсыздар. Мыңда бір рахмет. Ол жаңағы айтқанда біздің сіздердің қолдауға әрқашан дайынбыз. Рахмет сіздерге. Біздің лигаға өте үлкен құрмет, жаңа айттым ғой, Алишер бар, сіз барсыз. Қотыс палуан бәрі мықты да. Біз қазақтың жерінен, түпкір-түпкірінен бәрін ең мықтыларында, былай айтқанда жинап, міне осы бүгін бәріміз осы жерде отырмыз. Енді 28-іне бәрі келіп күреседі, Құдай қаласа. Ал көрейік. Осы жарыста кім жеңеді екен? Руслан Абдразаков ма, Тибір Көлбай ма? Бірінші кім бастайды? Сізден. 69 килограмм. Мықты. 56 килограмм. Бір-біріңізге қарап.
меня здесь тоже такой вопрос. Здесь мы видели много очень борцов именно казак күресі, вольный и так далее. Но почему-то многие говорят, что эти правила в основном тоже для джиу-джитсу или грэплинга. Я бы хотел как раз послушать двух наших соперников, которые сойдутся. Это Антон Дмитраков и Мағжан от грэплинга представитель. Антон представитель джиу-джитсу. Давайте вас послушаем. Микрофон дайте. Можете коротко о себе рассказать, да, и как планируете дойти к цели, к победе? Ну, коротко о себе. У меня нету базы никакой. Дзюдо, вольная. Я сразу пришел именно в джиу. То есть вы другими видами спорта не занимались? Вы не переходили с другого вида? Вы базовый джитсер? Да, базовый джитсер. Волейбол, если только не считать. Вот. И занимаюсь уже 10 лет. В целом успел много повыступать и в СНГ, и за границей. Не знаю, тут, как ранее и говорили, на самом деле, кто что навяжет, каждый будет навязывать свое. Я считаю, что все равно это не то, что прям чисто под грэплеров и джитсу, потому что если мы посмотрим, то и у дзюдо есть все базовые приемы болевые, да, там рычаги, треугольники, удушки со спины. В дзюдо в партер все-таки имеется, хоть и не акцентирован. То же самое там самбо, если мы возьмем, там болевые на ноги, да, их фишка в целом. И даже вольную, если мы посмотрим, там же тоже очень часто бывает такое, что очень жесткие захваты, и там людей даже душат, да, во время, даже на соревнованиях по вольной. Поэтому я думаю, все, интрига есть, и болевые удушающие приемы могут быть со всех сторон, от любых видов спорта, там ММА тем более, да, смешанное единоборство. Поэтому очень круто, что решили это все вот так вот организовать. Да, у меня вопрос. Вы же понимаете, если вы, получается, в своих 2 раунда не закончите болевым приемом, то против казахиста, там, дзюдоиста или самбиста в 3-м экстра раунде вам будет очень сложно. Да, ну как раз в этом, собственно, и есть интрига, что у меня есть 2 раунда, чтобы навязать свое, а у них есть, собственно, 2 раунда, чтобы попытаться выстоять против меня и уже попытаться в 3-м раунде на своем, так сказать, поле победить. Но тут важно не забывать, что на самом деле большинство джитсеров, грэплеров, они тоже все-таки умеют стойки бороться, хоть и нету такого акцента, но если мы говорим о высоком уровне все-таки спортсменов, то это достаточно универсальная борьба. И если мы возьмем базового, там, ну, в смысле не базового, а просто грэплера или джитсера, то у него есть базовые навыки там, и бросков каких-то из дзюдо, и бросков каких-то из вольной прохода в ноги. Поэтому это тоже не совсем односторонняя история. То есть вы хотите сказать, что если так сойдется, что вы встанете в 3-й раунд, допустим, выйдете против того же чемпиона Санжара Жаборова, да, по чемпиону Казахстана по дзюдо, вы будете все-таки надеяться на победу, да? Конечно, никак иначе. Мағжан, хотел вас послушать. Сіз не ойлайсыз? Ең алдымен бәріне ассалаумағалейкум. Осы организацияға, Мәке, сізге рахмет айтқым келіп тұр. Бұл шынымен де күрес әлемінде, қалай айтса болады, бәріне қызық сұрақ қой, қай күрес мықты екенін. Және осы жерде міне үлкен ағаларымыз, міне бауырларымыз бәрі үлкен, көріп тұрғандай көп спорттан үлкендер келді, жаңағы салмақ жағынан айтам. Бірақ осы жерде бір сөз есіме түсіп тұр, цитата дейді ғой. Мына UFC-дің бірінші чемпионы Ройс Грейси деген кісі болған. Ең бірінші чемпионы Ройс Грейси. Сол жаңағы енді орысша айтайын, жаңағы айтады бұл жерде. Өзінің несіне оппонентіне айтып тұр, жаңағы пресс-конференцияда осылай. Да, ты большой и сильный, да, но если бы сила и размер имели бы значение, то в джунглях был бы королем слон, дейді ғой. Так что техника, күресте техника, кондиция дейді ғой, физически выносливость, бәрі бұл жерде сказывается бұл осы жарыста. Өз ойым сол жаңағы. То есть вы только что привели цитату знаменитого спортсмена, и вы здесь акцентируете внимание, что при весе вашем 80 килограмм вы не боитесь? Размер бұл жерде тоже. Именно осы күресте без правила размер, мен ойымша, главный емес та, акцент. Бұл жерде техника и күрес ұзақ созылса, выносливость дегенде бар, мысалы.
шаршаған адамды любой адам ұта алады ғой, дұрыс па? Жаңағы техникаға да қарамайсың. Выносливость, бәрі скажется, короче, осы неде. Коротко себе, какие достижения у вас были? Енді біз жаңағы джиу-джитсуның представителіміз, өзіміз осы жерде бәріміз бір-біріміз танимыз. Кім джиу-джитсуда? Мен де джиу-джитсудан көп таниды. Мен қоңыр белбеу джиу-джитсудан негізі көбінесе грэпплингтан күресем. Қазақстанның осы соңғы жылдардың трехкратный чемпион грэпплингтан, Азия чемпионы, Ташкентте өткен. Сонда енді бір кішігірім достижениялары бар. Енді қазір тексерейік, кім мықты екен. Антон ба, Мағжан ба? Вопрос можно перед стартом? Антон, у вас какая весовая категория? Сколько сейчас весите? Не 118 килограмм. 118 килограмм против 80, да, получается? Против Здесь 80, БЖЖ да. против грэпплинга. Ну, Интересно? Кстати, да, это если будет какой-то финал такой. Давайте проверим ваши силы. Кто первый? Давай, Антон. Кто победит, БЖЖ сильнее или грэпплинг? 66 килограмм. Ал енді 67 килограмм. Осы сайқаста жеңіске жеткен грэпплинг. Алдыға қараймыз. Сильнее грэпплинг, несмотря на 20 килограмм разница. Келесі менде сұрақ, тағы да қосымша. Осы жақта дзюдоның өкілдері отыр. Санжар Жаборов деген бауырымыз. Өзі Қазақстан Республикасының чемпионы. Салмағы 140 килограммдай. Оның қарсыласы осы жерде отырған самбоның, былай айтқанда, өкілі. Бағдаулет Абызов бауырымыз. Бірақ Бағдаулетті мен баяғыдан білем. Өзі 2012 жылы Қазақстан барысында қатысқан, Алматы қаласын ұтқан, Алматы барысы болған тұңғыш. Одан кейін дзюдо күресінде қатысқан, самбо күресінен қатысып. Енді былай айтқанда басқа да жарыстарда көріп жүрміз. Джиу-джитсуда болсын, грэпплингте болсын. Сізге сөз, осы жарысқа қандай мақсатпен келіп, қалай жеңіске жетем деп айтсаңыз. Ассалаумалейкум. Мен есім Абыз Бағдаулет болады. Сол өзім ойымда да жүретін негізі қай бет мықты деп. Мәке сіз айтқаннан кейін қатты қуандым негізі. Өзім бір сынап көретіндей. Мен кәуер көрсетеді, барын саламыз 28 күресіп. Дзюдо күресімен осы салмағыңыз қанша? Дзюдо өзімде күрескеннен кейін 100-ге дейін күресіп жүрсіз, 100-ге дейін күрескенмін, 100-де. Қарсыластың дзюдо күресін палуаны отыр. Қалай жеңіске жетемін деп ойлайсыз? Аяқ жақары өтем ба деп ойлап отырмын. Санжар, вот хотел спросить, да, вам вопрос. Ну, первая встреча, если у вас будет даже с самбистом, да? Каким образом вы собираетесь достичь? Следующие у вас, конечно, ждут там борцы казак, курес, джиу-джитсу. Понятно, чтобы до финала дойти, здесь надо минимум 3-4 схватки провести, и финальная будет последняя схватка. Каким образом вы собираетесь дойти к цели? Вопрос. Ну, в любом случае настраиваться я буду поочередно. В принципе, исходя из опыта соревновательного, завел себе привычку не загадывать на потом, дальше. Мы обычно, в принципе, и с тренерским штабом своим готовимся так, что от схватки к схватке. То есть даже условно узнал протокол, посмотрел первую встречу, дальше не смотрю, не думаю, кто выиграет, как выиграет и прочее. Все постепенно. Вот. Касаемо плана на борьбу, опять же, исходя тоже вот из базового вида спорта, который будет у оппонента, также будем разбирать, строить с тренерами. Можно вопрос задам? Санжар, подскажите по вашим регалиям, по достижениям, что можете главное отметить? Я думаю, что самое важное, это еще чемпионат Казахстана, наверное, это как старт пошел. Дальше я был призером мира по молодежи и призером азиатских игр. А весовая у вас какая? Свыше 100 килограмм у нас открытая весовая. А сейчас актуальный вес какой? Сейчас 135 килограмм. 135 килограмм. Сильно. Вот. Но в целом я бы отметил, что любой борец, наверное, скажет и докажет также, что весовая категория
в принципе, вес сам по себе, он не является фундаментальным таким понятием, точно не самый важный аспект в борьбе. То есть он как и плюс, так же и минус. Есть свои, получается, аспекты по типу скорости, резкости, выносливости. И вес где-то дает свои плюсы, где-то дает свои минусы тоже. Вот в данном формате, который у нас здесь сейчас, как ты думаешь, можем на ты сразу прийти? Да, конечно. Будет. Вот в данном формате, который сейчас у нас Я происходит. думаю, в данном формате я для себя тоже размышлял, когда вот Мақсат Аға тоже впервые сказал об этой мысли. Во-первых, задумка сама по себе очень сильная. Вот. И я думаю, что первый вопрос, который посетил голову, это если уж это абсолютно весовая категория, насколько интересно будет, насколько удобно будет, наверное, бороться, исходя из веса именно. Вот, потому что также можно выйти с килограммом 90, при том, что я вот 130-135 вешу. И я поразмышлял и точно пришел к тому, что вес не будет фундаментальной основой, которая поможет выиграть, потому что там все-таки будут преобладать более другие, наверное, навыки. Вот вопрос, вы, наверное, ходили в другие залы джиу-джитсу или грэпплинга. Какие вы трудности увидели? С чем вы будете бороться? Ну, в целом, партер, общее понятие, но он отличается в целом. То есть, если рассматривать как базу, она может и одна, но также я вот ходил к Антону, он тренировал. Очень интересно было для себя. Я вот как дзюдоист, условно, у меня есть какое-то вот понимание в партере, но придя на тренировку, я понял, что полный ноль у меня. То есть я обучался заново, было очень интересно, вот, информативно, поэтому в целом проект сам по себе интересный, я же говорю, задумка. Вот, и уточню еще, что вот есть один вопрос, например, что между борцами есть отдельный незакрытый вопрос между, наверное, как никто другой, знаете, между казахша курес, дзюдо и самбо, он отдельный стоит вопрос всегда. И я думаю, будет очень интересно выяснить и ответить на этот вопрос именно в таком формате. Да. Я хочу еще добавить, что сейчас просто находятся некоторые спортсмены-представители дзюдо на сборах. Да. Помимо Санжара Жаборова еще будут бороться Адиль Оразбаев. Он неделю назад боролся на чемпионате Казахстана по дзюдо, уже стал 4-кратным чемпионом Казахстана по дзюдо. Его вес также 150 килограмм. И плюс Бекары Садуахас весовой категории свыше 100. Он где-то весит 130 килограмм. Он является чемпионом Олимпийских игр по юношам, то есть, которые проходили в Аргентине. То есть очень сильные, можно сказать, тяжеловесы собрались представители дзюдо. Проверим, кто сильнее, самбо или дзюдо. С легкого веса. Достаточно. Вот уж где-то килограмм. Санжар проверил. Очень сильный хват на сегодняшний день, 60 килограмм. Вот у меня интересные соперники следующие, очень сильные. Я боролся с каждым из них, как тренирую в зале, знаете, джиу-джитсу после казак-пресс, иногда тоже и грэпплинга. Здесь у нас представитель ММА Руслан Безиев находится. Он очень много раз тоже выступал, у него рекорд сейчас 4-0, как вы все знаете. Также выступает и по джиу-джитсу. Недавно был чемпионат мира в Абу-Даби, он занял серебряную медаль. И его соперник также Руслан Исраилов. Очень, можно сказать, титулованный борец стиля джиу-джитсу и грэпплинга. Он является чемпионом азиатских игр по мужикам, которые проходили в Абу-Даби, да, насколько мне известно? В Абу-Даби, да? Нет, в Индонезии. В Индонезии, да. И тогда он завоевал для нашего Казахстана золотую медаль. Вот только сейчас он прилетел с чемпионата Казахстана
по грэпплингу UAV, стал чемпионом Казахстана по ноги и в ги. И где-то месяц назад был чемпионат мира, впервые проходил по грэпплингу ги UAV у нас в Казахстане, в Астане. И также он там стал по мужикам чемпионом мира. Это вот таких два интересных противостояния. Но многие, сказать честно говоря, представители джиу-джитсу, услышав про данное соревнование Намат Wrestling, они все, конечно, сказали, конечно, безоговорочно, что претендент на пояс, на чемпионский титул от представителей джиу-джитсу — это Руслан Исраилов. Все, конечно, в вас верят, все джитсеры Казахстана, можно сказать. И хотел бы именно ваше мнение послушать. Как вы вообще настроены? Услышали сегодня всех таких, можно сказать, именитых борцов дзюдо, самбо, вольное, греко-римское. Каким образом? То есть, я так понимаю, вам, так как вы и в грэпплинге боретесь, и в джиу-джитсу, то есть с кимоно вам как бы без разницы, это будет борец дзюдо или там вольного стиля. То есть очень интересно, чтобы именно вы рассказали. Ну, для меня это, на самом деле, очень принципиальное соревнование, это чтобы я именно стараюсь выиграть. То есть основных соперников, я так же, как Азамат сказал, я вижу это грэпплеров и джитсеров, которых лично знаю. Для меня это основные соперники. Можно сказать, я для себя лично двоих-троих знаю, с кем мне сложные схватки будут. То есть из 30 борцов здесь со сколькими примерно боролись? Наверное, со примерно. всеми грэпплерами. Ну сколько здесь? 6 представителей джиу-джитсу? Из половины из них мы вместе тренируемся, так что я почти со всеми боролся. То есть вот из 6, которые здесь сидят, вы одерживали над ними победу? Ну, это тренировки, так я не считаю тренировки там за какие-то эти... На соревновании совсем другая борьба. Ну, конечно, да, это соревнование будет совсем по-другому. Для себя лично, наверное, таких основных 2 соперника, я думаю. А видите ли вы угрозу борцов вольного стиля, того же самого Алишер Эргали или вот Руслан Абдразаков? Ну, думаю, из таких борцов, наверное, Алишер будет самый, наверное, сложный. Ну и то я не знаю, как он сможет победить меня. Но если он тупо не сдастся и будет до конца с вами все 2 раунда бороться, поскольку для меня я думаю, у вас шансов не будет с ним в стойке. Ну, для меня, поскольку это принципиально, если там какая-нибудь конечность попадется, рука или нога, я буду наверняка действовать. То есть вы все 2 раунда будете планировать атаковать? Ну, я планирую 10 минут, я всегда борюсь на очень высоком темпе, и думаю, я смогу 10 минут атаковать. То есть рано или поздно ему придется ошибаться, он будет открываться, потому что я буду работать наверняка. А какой вес? Ну, сейчас у меня где-то 91 килограмм. 91. И хочу уточнить сразу, я чемпион мира не по самой престижной версии грэпплинга, по одной из версий, то есть есть ребята намного-намного сильнее меня в грэпплинге, так что... В Казахстане, очень сам скромный борец, но то, что он уже стал чемпионом азиатских игр, это для нас большое достижение, для нашего Казахстана. Хотел бы слово передать Руслану Безиеву, представителю ММА. Всех приветствую. Меня зовут Руслан Безиев. Я представитель ММА. Рад принять участие в этом событии. Намат Wrestling. Очень интересно, что получил предложение здесь побороться. Своей сильной стороной считаю то, что среди всех здесь собравшихся мы, представители ММА, можем делать все на среднем уровне. Бороться и со стойки, и в партере, кимоно, без кимоно. Мы как бы участвуем на всех видах соревнований. Поэтому Руслан же говорит, что там здесь он много знакомых лиц видит, потому что мы боремся и по джиу-джитсу, и по грэпплингу, выступаем по ММА. Я выступал и по самбо, и являюсь чемпионом Казахстана по боевому самбо тоже. Поэтому, самбо, да? Да, я разносторонний такой оппонент. Поэтому это моя сильная сторона, как я считаю. Каждый здесь свое дело делает лучше всех. Но мы можем все делать на среднем уровне, поэтому А мне вот вопрос, вы в основном выступаете, это весовой категории где-то около 90 килограмм. Да. Приходилось ли вам когда-нибудь на больших соревнованиях бороться там с тяжеловесами 140, 150 килограмм? Я, например, многих ребят здесь знаю, мы многие здесь общаемся друг с другом. Бывает на соревнованиях неохота друг с другом встречаться. С некоторыми даже здесь иногда тренировки вместе делаем.
И я в основном выступаю по грэпплингу до 100 килограмм. Со своим весом 90-92 я до 100 борюсь, и мне комфортно бывает. А если вы выйдете с 60-килограммовым, например? У нас сейчас не приехал один Ни разу не приходилось. Ни разу не приходилось с такими большими ребятами встречаться. Ну, интересно, опять же, новое что-то для себя, да? Попробовать, побороться с тем, кто в 2 раза больше тебя почти, можно сказать. Ну, попробуем навязать свое, как тут многие говорят, кто навяжет, тот и выиграет. Да, Руслан, считаешь ли ты, вот так же, как и Азамат, что здесь преимущество имеют именно грэпплеры в любом случае? То есть джитсеры и так далее, которые больше в партере привыкли бороться? Или же ты все-таки отдаешь тоже какое-то преимущество или шанс тем, кто привыкли работать в стойке? Ну, я все равно отдаю преимущество тем, кто больше работы делает в партере, кто борется в партере, потому что как бы 10 минут это большое такое, да, расстояние, которое, ну, надо перетерпеть. И грэпплинг, она такая динамичная борьба, там очень много силы затрачивается, и ну, я все-таки думаю, что в финале будут грэпплеры, я так думаю, потому что больше, да, больше динамики, больше атак на там, ноги, руки. Все равно представители других видов борьбы, они борются на бросок, как бы. Их задача такая бывает, повалить своего оппонента. А здесь в основном ребята борются до сдачи, до болевого, поэтому, ну, мне кажется, из-за того, что у них чувства больше, мне кажется, у них чуть преимущество будет больше. Тогда проверим, кто сильнее, ММА или джиу-джитсу. Первое, ММА, проверяем. Вот так можно? Нет, так нельзя, только да? на одну, да. Абсолютный рекорд сегодняшнего. Кто поставил? 130... А, не, извиняюсь. Я уже испугался. 136 килограмм. Давайте заново. Сейчас 57 килограмм, но только что я перевел. Если это было 136, то 62 килограмма он только что пожал именно килограмм первый раз. Со второго раза 57 килограмм. Руслан, вас проверим. Русик, тот еще химарка. 63 килограмма. То есть все понимают, да, захват 90-килограммового джитсера. 63 килограмма это непросто. Очень сильный хват, действительно. Ну вот у меня здесь самый такой, можно сказать, если с каждого вида борьбы собралось по самых 3 лучших представителя, да, но есть у нас один вид, единственный вид стиля, где собрался только один представитель с нашего Казахстана. Это для нас тоже очень важно. Он тоже изъявил желание, когда услышал, что такое проводится мероприятие Nomad Wrestling, и он сказал, можно ли бороться представителям сумо в данном соревновании. Да, и здесь у нас представитель сумо Хажимурат Хуанбек, он весит 110 килограмм, является 5-кратным чемпионом Токио и чемпионом Японии в абсолютном весе по сумо. Хуанбек, сізге сөз. Осы жарысқа қалай келдіңіз, осы бүкіл палуандармен таныстыңыз, салмақтарын білесіз енді. Қандай жоспар болып тұр осы жарыста? Өте қызық болып тұр осы бәрі отырған палуандарда. Ассалаумағалейкум. Менің атым Қажымұрат. Осы жарыста ең жас қатысушы, жасым 20-да. Ойлаймын, осы жарыста преимущество менде де бар. Себебі қарсыластарым грэплер, вольный еркін күрес шеберлері. Барлығы біледі ғой, сумоның киімі қандай екен. Сондықтан ойлаймын, ешкім менің бұтыма аяққа кірмейді деп енді. Енді, егер де грек-рим классик болса, өзім күшім сынап көргім келеді. Олар да итерісіп күреседі. Мен сумода олар да итерісіп күреседі. Бірақ та енді көбісі біле бермейді. Сумоны ойлайды, екі толық адам
құр итерісіп қана көрсетеді деп. Ол жерде ұруға да болады, баспен, шынтақпен, алақанмен ұруға болады. Және ол жерде бросоктар да бар, неше түрлі. Мына жерде ұруға болмайды ғой. Ұруға болмайды. Бұл жерде ұруға болмайды ғой. Тек қана күрес. Ұруға болмаса енді экстра раундтарда өзімді ойлаймын. Бросоктарға сенем өзімнің. Сіздің жоспар бойынша болевой тартпай экстра раундқа жету, да? Жету, иә. Сол жерде экстра тейкдаунға жеткізу. Тейкдаунға жеткізу, иә. Мықты жоспар. Сумоға айтып жатыр ғой жаңа киімі неудобный деп, наоборот бізге артынан шығып ұстауға жақсы да өйтіп. Ешкім артына шықпайды деп ойлаймын сол киімінде. Кімде бар тағы Қажымұратқа сұрақтар бар ма? Вопрос, в какой форме выступать будет? Он будет также в своей, как по правилам, у нас каждый выходит в своей одежде. Единственное, мы попросим вас, чтобы вы одели такой рашгард ниже колена, выше пупка и свою форму. То есть поверх рашгарда будет да, экипировка сумоиста. Да, чтобы люди видели, что это представитель сумо. Интересно. Интересно. А с кем он будет бороться? Кто его оппонент? Здесь также его оппонент сидит, представитель грэпплинга. Очень такой титулованный борец, очень молодой. Весит тоже не очень много, 70 килограмм. Является чемпионом мира по своей версии джиу-джитсу, обладатель пурпурного пояса. Ну, понятно, из-за его молодого возраста, но он стремительно очень растет вверх. Скоро в ближайшее время дойдет, можно сказать, и до черного пояса. Недавно вот был чемпионат мира, и он там занял, насколько мне известно, среди 18+ по мужикам серебряную медаль по джиу-джитсу, которая вот на прошлой неделе проходила в Абу-Даби. Силхан, сізге сөз. Баршаңызға ассалаумалейкум. Осы барлықтарыңызды көріп отырғаныма, Мақсат аға осы жерге шақырғаныңызға өте үлкен рахмет. Бұл жерде каждый вид спортының өзінің шеберлері отыр, мамандары отыр. Мен осы жерде грэпплинг спортын представлять етіп жатқаныма өте қуаныштымын. Мен салмағым аз болса да, үлкен салмақтағы кісілермен күрескен өте қызық болады деп ойлаймын. Бізге залға келеді, разный вид спорттардан күрес мамандары. Сол кісілермен күресеміз залда. Бұл жерде бірақ көбінесе правила көбісі айтып жатыр, бізге де жақсы деп. Негізі өте үлкен адамды сабмишн жасау тоже өте қиын, 10 минуттың ішінде. Сушить ету тоже жақсы получаться етуі мүмкін. Сондықтан да бізге өте көп атакаға шығу керек, 10 минуттың ішінде темп ұстап, шаршатып. Ал уже 2 раунд өткен соң бізге кішкене қиындау болады. Қиын болмайды, шанс жоқ қой стойкеде, короче. Екі раундта бізге сабмишн жасау керек только. Бірақ Сейілхан туралы айта кетсем, бір залдамыз ғой, бір залда күресеміз. Өте қиын күресуге Сейілханмен десеңіз, неге үлкен салмақ палуандар болса, олар күші де көп, бізге де ыңғайлы да. Сейілхан өте пластичный да. Қалай майыс тартсаң да, не тартсаң да, болевой тартсаң да, удушающий тартсаң да, өте шыдамды, мықты палуан өзі. Сейілхан, саған сәттілік. Возраст можно узнать? Жасыңыз нешеде? Жасым 19-да. 19-да. Самый, да, молодой участник, по-моему, предстоящего гран-при? Все, по-моему, постарше. Ең жас палуан осы Сейілхан болып отыр. 28 күні өте қызықты болайын деп жатыр. Барлықтарыңызға сәттілік. Самый главный без травм. Сейілхан айтқандай дұрыс. Самое главное без травмы провести данный турнир предстоящий. Давайте проверим тогда, что сильнее, сумо или грэпплинг. Начнем с грэпплинга. Сейілхана вес 41 килограмм. Можно сказать, новый рекорд, наверное. Сколько? От представителя сумо.
62 килограмма. Кто был больше сегодня? 68-69, да, было? 68. Очень сильный хват. Ну что, я думаю, да, перейдем к обсуждению уже крайней пары нашего данного гран-при. Потом уже, когда начнутся сами схватки, вы увидите насчет пополнения, кто же у нас еще есть. Но, как я понял, сейчас речь идет о борце в маске, верно? Борце, да, в маске и его представителя рукопашного боя. Вот мне тоже немножко вопрос. Очень много посещал именно соревнования по рукопашному бою, но у них в основном ударка, да, очень сильные ребята, я вот сколько видел, да, мне очень сильно нравится этот вид спорта, рукопашный бой, но и много мы видели там внутри бросков, болевых приемов, да, и вот здесь представитель Серик Хайнарбаев, представитель рукопашного боя. Про себя расскажите, какие достижения и в целом о турнире, как вы планируете достичь победы? Біріншіден барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Есімім Серік Қайнарбаев болады. Мен рукопашный бойдың представителімін. Енді басқа жігіттерден менікі кішкене отличается. Бізде төбелес, күрес. Біздің енді вид стиліміз төбелес болғаннан кейін бізде күрес те бар. Это өте маңызды рөлді атқарады. Бізде жылдам. Төбелестің, құлаттың болевой, қолға, аяққа. И менің жетістіктерім енді Қазақстан чемпионымын, Қазақстан кубогының чемпионымын, Намат ММА-дан әлем чемпионатының қола жүлдегерімін, рукопашный бойдан әлем кубогының қола жүлдегерімін. Өзім күреспен айналысқанмын, күресте хабарым бар. Сол енді бұл менің өзімнің ойым керемет идея, керемет проект деп ойлаймын. Осындай мықты палуандармен күш сынасқым келеді. Бұйырса көреміз. Мықты жеңсін. Рахмет. Енді осы отырған палуандар бәрі сұрайды, осы маскада отырған адам кім екен? Өз туралы айтып жіберсеңіз, салмағыңыз 60 килограмм білеміз. Осы үлкен ағалармен, үлкен палуандармен қалай күресейін деп жатсың? Қалай күрескенде мана Азеке айтқандай, мына жерде соперник типа партердің адамдары ғана, қалған типа жеңем ғой деген сияқты айтып отыр да. Мына жерде енді тоже мен де соған келсем, даже мына жерде үлкен салмақта отқан партер адамдар бар ғой. Олар да маған түкісе алмауы мүмкін. Ал қалғанын вообще мен ойланып та тұрған жоқпын. Жоқ, енді жарайды, міне сен салмағың 60 килограмм. Міне мына жерде Антон Дмитраков отыр. Оның салмағы 120 килограмм. Конкретно екеуін күрессеңдер, ұта аласың ба оны? 120, у него 60. Бап шабама дейді ғой. Бірақ түкісе алмай қалуы да мүмкін. Жарайды, онда экстра раундқа шығасың ғой, үшінші раундта. Бросок керек болып тұр ғой. Бросок керек, маскамен ба? Антон, он говорит, что у вас разница в 2 раза, и он может спокойно тебя выиграть. Что-то, хотя вы там одинаковая борьба у вас, джиу-джитсу и грэпплинг. Заявка сильная, по идее? Я говорю, много таких было, которые что-то говорили, что сломают, что вес не имеет, но их уже забыли. Все, кто так говорил. Как говорится, чем меньше тумбочка, чем дальше летит. Ата келді. Тоже верно. Здесь все против тебя почему-то. Оңай жеңілеміз деп ойламаймыз. Түк істей алмауы да мүмкін ешкім, честно айтайын. Қандай салмақ болсын, түк істей алмауы да мүмкін. Енді былай айтқанда, осы маскада отырған адамның батырлығы мықты екен, бәрі көріп отыр. Мен ойлаймын, жеңіске жетсең, 60 килограмм болсаң да, мен уәде берем, өзім атынан саған өзім бір сыйлық болады. Көреміз енді. Күрес көрсетеді. Дайындал. Иә.
бір сұрағым бар, неге осы мысалы турнирге осылай анонимно келуге шештің? Неге осылай өз-өзіңді жарияламай, в тайне ұстаймын деп қатысып отырсың? Қандай мақсатпен? Мүмкін осы қарсыластарға сұрақ бойынша ма, жұмбақ ретінде ма, білмеймін енді. Қандай мақсатпен келіп отырсың? Қызық болсын деп. Қызық болса. Негізі дұрыс. Ондай болса, көрермендерге де сол айтарым, танытсаңыздар, или қазір мысалы біліп отырсаңыздар, өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер, кім екен бұл, или сөзіне тұра ала ма, 60 килограммдық грэплер ешкім ештеңе жасай алмайды деп айтып жатыр. Аяғына дейін барып осы финалда ұтып кетемін деп тұрсың ғой. Мақсат сондай ма? Бәрі возможно. Жарайды. Ондай болса, ортаға шығып, оның да күшін тексерейік. Күшін тексеріп алайық бірінші ортаға. Рукопашный бойдан бастайық. Елу 8 килограмм. Өте мықты. Ал енді ата кеп. Елу 6 килограмм. Салмағы 60 болса да мықты екен. Ну что ж, дорогие зрители, вот и наша пресс-конференция подошла к концу. Сегодня мы объявили о запуске нового проекта. Я думаю, вам всем как минимум это интересно. Нам самим тоже, мы еще ни разу не проводили. Скоро будет первый турнир. Обязательно поэтому подписывайтесь на нашу инстаграм-страницу, в ТикТок. Оставайтесь в курсе всех о наших событиях. Сегодня мы собрали реально интересных участников, представителей разного вида борьбы. Каждый лучший в своем виде. Поэтому мы будем выяснять лучшего борца вне стиля. Как раз это и есть, для чего мы проводим эти турниры. Дальше будет только больше, поэтому оставайтесь с нами. Да. Уважаемые зрители, я думаю, сегодняшний даже формат пресс-конференции говорит о том, что здесь собрались самые сильные борцы нашего Казахстана с каждого вида борьбы. И, конечно, для нас, как для организаторов, это очень интересно. И мы переживаем о том, чтобы самое главное во время соревнования у соперников не было никаких травм. Прошло все на высшем уровне. Я думаю, это будет такое интересное, большое сопротивление. Почему? Потому что даже в соцсетях, я сколько смотрел в Ютубе, Инстаграм, там, ТикТок, такие противостояния, они есть. Проходят, мы видели, но в основном они где-то там в зале, на каких-то таких небольших турнирах. Ну и то такого не было формата. И сейчас для нас очень важно провести в Казахстане, в городе Алматы, в ноябре месяца 2024 года такое большое сопротивление среди самых титулованных борцов Казахстана, чтобы определить лучшего борца вне стиля и категории на турнире на мат-рестлинг. Ну а также все любители единоборств, не забывайте оставлять свое мнение в комментариях, кого вы видите фаворитом данного гран-при. Ждем ваших комментариев по поводу дополнения к нашему турниру. Может быть, у вас есть какие-то крутые идеи. Оставайтесь на связи и следите за нашими новостями. Всем спасибо.